Ассалаумағалейкум, қалайсыңдар көрермендерім? 5-6 көрерменім бір көріп отыратын, соларға рахмет. Кеше осында Астанадан атфоттар артқанбыз, Қарағандыға келдік. Кеше түсіру керек болған, кеше үлгермедік 4-те деп. Соны бүгінге қалдық. Бүгін кесем выгрузкаға. Мына жерде бастықтар мен балаларымнан да ауыр жұмыс көтермейді, түсірмейді, белдерін құртады деп түсірмей жатыр. Компаниядан грузчик заказ берді. Вот бастықтар осындай екен. Осындай болу керек қой негізі. Өзін қолының астында жұмыс істеген адамдарды ойлау керек қой. Ойламай жұмысқа адамдарды сала берсе ауыр жұмысқа адамдардың бәрі қашып кетеді да. Белдер ауырғаннан кейін. Дұрыс, осындай. Міне кешегі Астанадан артқан атфоттарым. Дәу темірлер. Салмағы әжептәуір екен де, осыны кеше маған балалар 4-5 бала, по-моему, артып берген қолмен ручной. Енді ручной артуды оңай емес қой. Бел деген айналып кетеді ғой, шын айтқанда. Енді сол мына жерде Қарағандыға келсем выгрузкаға. Солар біз балаларым жұмыс істемейді, бұндайды көтеріп түсірмейді, белдерін құртады деп істеткізбей жатыр балдарына. Грузды заказ берген логистический компания ма, білмеймін не екен. Сол логист өзі грузчик заказ беріп жатыр фирмадан. Қазір 4 грузчик келеді дейді, түсіреді дейді, қандай деймін да, өзін балдарын ойлап, қарамағындағы балдарын ойлап, жұмыскерлерін ауыр жұмыс етпей жатыр, беліңді ортасын деп. Бір шеті дұрыс деп те ойлаймын мен осындай бастықтарды. Жөн болардікі деп. Өзін балдарын, мысалы, өзін баласындай қарап, ауыр жұмысқа салмай жатқаны. Мына жерде полный труба артады екен. Бәрі кран, мынаумен артады. Менде боковой погрузка, верхняя погрузка жоқ. Соны сұрап отыр да менен, неге боковой верхний жоқ деп. Мен білмеймін дедім да енді. Оны заказ берген, машина заказ берген адамға қараңыз, айтыңдар деп. Енді соған шықтық, енді грузчик заказ берді. Қазір енді грузчик келу керек. Грузчик келеден солар түсіреді, күтіп отырмыз енді.